мұғалімдікті айтып отырғаннан кейін маман тапшы, бірақ бітірген мамандар саны көп, бірақ бәрі ол жаққа бармайды, ауылдық жерге бармайды. Неге? Өйткені сылтау көп та ол жерде. Неше түрлі бағдарламалар серпінде болды. Бұл жерде сол мамандықты жанымен сүймегендіктен алғашқы курстарында басқа салада жүреді, күзетші болады деген ешкімді таба алмаймыз. Кассада істейді, сосын аспазшы, түрлі қажеттілікте болады. Бірақ маған ұстазым жиі айтатын да, ұстазым өзіңнің салаң бойынша тапқан 500 теңгең мүмкін официант болып істегеннен әлде қайда жақсырақ. 500 теңгең қазір құны болмағанмен ертең жылдар өте байқайсың, оның салмағы таразыда бәрі басады. Сондықтан басқа салаға барма дейтін да маған әрдайым. Яғни біз кураторлар, адвайзерлер дейікші, баланы баулу керек секілді да, оқитындарын. Соның ар жағынан ашу керек секілді. Неге? Өйткені кейде мектеп пен университеттің арасында да алшақтық бар да. Мысалы біз ОБТ тапсырдық. ОБТ кезінде мысалы алтын белгі қорғаймыз деп жүрдік та, скорс болды да бізде, мысалы математикадан болсын, физикадан болсын. Сол бірінші курстың аяғына таман сол скорс бізде жоғалып кетті да. Неге? Өйткені университетте басқа пәндерді оқығанымыз бар. Адаптация қиын. Сосын университеттегі алғашқы пәндер баллон үрдісі бойынша бізде проблема бар. Неге дегенде әр студент өзі таңдамайды әлі біздің елде. Бізде 2008-9 жылдары кірді біздің мемлекетке, бірақ ол жерде маманды да өзіміз таңдауымыз керек та, оқытушыны. Яғни оқытушы барғым келеді. Ол барғым келеді. Және осы пәндерді де солай да, негізгі өздерінің пәндері бар. Яғни бұл жерде әу баста программа кішкене дұрыс игерілмей жатқан сияқты ма деймін.